Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің қуаттысы тіл. Алаш арысы, ұлт ұстазы, тіл жанашыры Ахмет Байтұрсыновтың сөзі. Бүгін туғанына 147 жыл толды. Үкімет қаулысына сәйкес 2 жылдан бері 5 қыркүйекте Қазақстан халқы тілдері күні аталып өтеді. Бұл шешім төркінінде қазақ әліпбиінің негізін салған ғалымға деген ұлт құрметі жатыр. Тиісінше, тіл күні жыл сайын Ахмет Байтұрсыновтың ғылыми мұрасымен астаса мерекеленеді. Биылғы басты шараның бірі Елордада Ахмет Байтұрсынұлы Білім академиясының ұйымдастыруымен өтті. Ағартушы ғалым осыдан 100 жыл бұрын елісін түзеткін келсе, оқуысын түзет деп айтып кеткен. Бірақ кейінгі жылдары білімді біріздендіреміз деп тамырдан ажырап қалғанымыз жасырын емес. Оқушының әріп тануында логикасы жоқ, логаритмі көп оқулықтар көбейіп кетті. Мемлекетте білім беру стандарты біреу болуы тиіс. Ал оны қазақ тілінің реформаторы Ахмет Байтұрсынұлы 1924 жылы жасап кеткен. Біз әліппені қайтару керек деп есептейміз. Ол 2021 жылы өздеріңізге жақсы таныс қазақ тіліне бейімделген Ахмет Байтұрсыновтың әдістемесі негізінде енгізілетін болады. Біз қазіргі уақытта осы жұмысты жүргізіп жатырмыз. Нақты қазақ тіліне бейімделген методика әдістеме бар, Ахмет Байтұрсыновтың әдістемесі, сондықтан ештеңені ойдан шығармай, осы әдістеменің негізінде біз жұмыс жүргізетін боламыз. Сөйтіп 5 жылдан кейін әліппе оқушыларға қайта оралатын болды. Ахмет Байтұрсынов қазақ тілінің грамматикасын үйрету, терминология жасау, оқу әдістерін баяндайтын оқулықтардың теңдесі жоқ авторы. Сондықтан оны ұлт ұстазы дейді. Ал кезінде Байтұрсынұлы өзінен кейінгілерге мұғалім бол деп бата берген екен. Ол тазалыққа ұмтыл дегені дейді алаштанушы Дихан Қамзабекұлы. Сол Ахаңның батасы, шынын айту керек, кешегі 80-90 жылдарға шейін келді. Оны қазір аңыз қылып айтады. Ұстазды көрсе тік тұратыны, ұстаз десе ол ең биік таза адам екендігі айтылады. Сондықтан біз әрқашанда Ахаңды айтқан кезде біз бүгін тазарғымыз келеді. Түрлі есік тереземіз ашылған кезде кіріп кеткен нәрсе бар. Өзіміздің жаман, былай жаңағы жүгенсіздіктен кеткен дүниелер бар. Осы дүниелердің бәрін реттеген кезде біз Ахаңның жаңағы ұстаз бол, мұғалім бол деген батасын, немесе қазір біз енді заңмен реттейін деп жатырмыз ғой, педагогтың мәртебесі туралы заң, осының бәрі де ұстаздың мәртебесі көтерілген сайын қоғамның мәртебесі көтеріледі, тазалықтың мәртебесі көтеріледі. Елордада Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Білім академиясы жұмыс істейді. Академия ұстанған негізгі бағыт латын графикасына бейімделген жаңа қазақ әліпбиін үйрету. Мұндағы жас әдіскерлер ересектерге латын графикасын оқыту теориясы және әдістемесі практикасынан курстар өткізеді. Соның бірі тренер әдіскер Олжас Амандықов. Жас маман бізге латынды үйрену мен үйретудегі қиындықтарды айтты. Қазіргі таңда У, О, Ö әріптеріне қатысты мәселелер бар, сол сияқты Ш, диграфтарға Ш, Ч әріптеріне қатысты. Оның қазіргі таңда диграф 2 таңбамен беріліп отыруы қиындық туғызып жатыр. Сондай-ақ әліпбидегі И мен Ә әріптерінің үлкен бас әріптерінің бірдей болуы ол кісілерді шатастырады. Бүгін мұнда ұлт ұстазының туған күніне орай Елордадағы мектептер мен білім беру мекемелерінің басшылары, профессорлар бас қосты. 21 ғасырда білім беру, тәжірибе мен жаңашылдық, қазақстандық оқытудың брендін қалыптастыру турасында пікір алмасты. Рахат Рахымжанов, Азиза Ғазезқызы, Ринат Өтеев, Жетісу арнасы.